институттың жаңағы кафедра меңгерушісі профессор ағамыз Ермек ағаны арнайы шақырып отырмыз. Ал енді аға, өзіңіз мына көрермендерге осы Жүсіпбек Аймауытов жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Рахмет. Жалпы бұл сөзді біз Жүсіпбекті білеміз бе деген сұрақтан бастаған дұрыс. Қазір жеке зерттеушілер болмаса, мен өз қарабасым Жүсіпбекті тым ертеде оқыдым. Ол сол 36-37 жылдар болу керек. Латын әрпімен шыққан оның Нұр күйі поэмасы, балаларға арналған, Жаман тымақ дейтін әңгімесі, ертегісі, тағы сондайлар болған. Сол 40-шы жылдарға жетті ме, жетпеді ме білмеймін, жыртылып жоқ болды. Бұл менің Жүсіпбекпен алғашқы таныстығым еді. Содан кейін мен 47-ші жылдан кейін Жүсіпбекті былай азамат болып, әдеби процеске арала бастағанда назар аудардым. 51-52 жылдары мен Жүсіпбектің біраз шығармаларын оқыдым. О күнде рұқсат болмайтұғын, сол Алматыға, Мәскеуге барғанда, Ленинградқа барғанда, соны ақша төлеп, сирек кітаптар музейінде башқұрдың, татардың ақсақалдары отыратұғын, солардан жалынып, жалпайып, сұрап алып оқитынбыз. Ал қазір Жүсіпбектің жалпы жұртшылық 2 кітабын қолына алды, оның біреуі шығармалар деп аталады. 89 жылы өзі ақталғанда шықты. Там асығы шыққан кітап қой, қателері де көп өзінің. Екінші биыл 95 жылы Жүсіпбектің психология дейтін атпенен 2 еңбегі біріктіріліп бір кітап болып шықты. Оның біреуі психология, екіншісі жан дүниесі және өнер таңдау дейтін. Сол екеуін біріктірді. Міне осы екеуінен басқа жалпы халықтың қолында Жүсіпбек туралы ештеңе жоқ. Әрине бұл біз білетін Жүсіпбектің 5-тен бірі. Менің қолымда қазір Жүсіпбектің 250-ге тарта шығармалары бар. Сол шығармаларының 50 шақтысы ғана жарияланып отыр. Енді оның біреуі ірі, біреуі уақ деп айтуға болады. Оның барлығын Жүсіпбекті біз біле бермейміз. Ал енді Жүсіпбектің Жеті азбан, жол үстінде, боранды болжағы шәулие, хандар тарихы, үш қыз, дәмелі сияқты әңгіме повестерін әлі ешбір оқушы қолына ұстаған жоқ. Сондай-ақ оның Нұр күйі, ақ өлеңмен жазылған, Ахахау, Ұршығым, Жәмила, Сабын сияқты өлеңдерінде оқушылар оқып көрген жоқ. Сонда біз Жүсіпбекті әлі ақын ретінде білмейміз. Оның үстіне Жүсіпбектің біз жаңағы психология, жан дүниесі дейтін 2 кітабын біріктіріп, бір кітап езіп шығарды деді ғой. Әлі бір томдық Жүсіпбектің педагогикалық еңбектері бар. Ол тәрбиешіге жетекші педагогика. Сосын комплекстік жүйемен оқыту жолдары дейтін кітабы. Мен бұларды түп нұсқадан дұрыс оқып шыққан адамын. Осының комплекстік жүйемен оқытуы латынша, анасы арабша. Мен оның екеуінде жақсы оқыған адамын. Сосын Жүсіпбектің тәрбие туралы, өнеге, ұлағаттылық, көргенділік туралы көптеген мақалалары 17-18 жылдары әуелі Сарыарқа газетінде Семейден шыққан, кейін Абай журналында жарияланды. Оны да біз біле бермейміз. Сонда Жүсіпбекті біз ғалым зерттеуші ретінде біліп жүрміз, ұстаз ретінде біле бермейміз, педагог ретінде. Оның үстіне Жүсіпбекті біз орыс тілінен көркем шығармаменен тарихи шығармаларды аударушы үлкен маман есебінде де білмейміз. Жүсіпбек кезінде орыс тілі арқылы француздың атақты жазушысы Ги де Мопассанды да аударған кісі ғой. Жүсіпбек шығыс әдебиетінде, үнді әдебиетінің де орыс тілі арқылы нұсқаларын аударған адам. Оны да біле бермейміз. Сонда біз Жүсіпбектің толық тұлғасын жеткілікті білмейміз деген сөз. Енді мынау айта берсеңіз енді көп қой. Сіз енді зерттеп жүрген адам. Ал тағы осы Жүсекеңнің тағы да қандай қырларын ерекше мына көрермендерге айтып өтсеңіз. Жарайды.
Енді әуелі мен жазушылығын айтайын. Жүсікің бұл көп жазушылардан ерекшелігі бар кісі. Бұл өзінің төңірегін көп жазған адам. Мынау жаңағы өзіңіз айтқан қарт қожақта да Жүсекең Ордабай дейтін атасы. Енді Жүсекең бұның енді өзі күлік қой бұл. Күлік руынан күлік бұл үлкен би болған, батыр болған, күліктен ақыл, ақылдан бейбіт, бейбіттен Танашбай, Танашбайдан Тілеулес, одан 4 ұл туған, ол Ордабай, Ноғай, Дәндебай, енді тағы бір атасының аты кімеді. Ал бірақ соның ішінде бұл Ордабай мен Ноғайды көбірек жазған. Ордабайды көбінесе не жағынан жазған, ұнамсыз жағынан көрсеткен өз атасын, Ноғайды қақ соғы жоқ өзінің бір шаруашылығымен күнелтетін, аса бір қу шаруашылығын жақсы жүргізетін. Елден бұрын ол жаз жайлауға көшіп барады, елден бұрын ол күз жұрттың қонысын жеп алады, сосын барып өз қыстауына қонады. Сондай адам болды Ноғай. Соның бәрін жақсы жазған адам екен. Ал енді осы оның сонда шығармалары тарихи шығармалар. Оның ішінде басқа бір адам жоқ. Мысалы ол өзіңіз оққан боларсыз, Күнікейдің жазығы дейтін. Күнікей Ордабайдың жаңағы атасының Құлтума дейтін жалшысы болған. Құлтума өздеріне немере бұлардың. Оның Шекер дейтін әйелі болған. Соның атының бәрін сол күйінде алған. Тек қыздың атын өзгерткен Күнікей деп. Осындай. Енді оның драмашы екенін білесіздер. Бұл енді қазақ драмасының бір кезде біз қара шаңырағын көтеруші Мұхтар Әуезов деп жүрдік. Өйткені Жүсіпбектің атын атамадық. Шынында бірінші кәсіби драмашы осы Жүсекең. Ол 16-шы жылдардың өзі Қанапия Шәрбәну дейтін, 17-ші жылы Шернияз дейтін, 23-ші жылы Сылаңғыз дейтін, сосын енді жаза береді ғой тағы. Бірақ соның барлығын не керек біз қоя алмай отырмыз облыстық театрымызда. Оның енді әртүрлі себептері бар, дәлел себептері бар деген сияқты. Ал осы Жүсекеңді драмашы ретінде біз жеткізіп болған жоқпыз. Әрине, Ираға, сіз дұрыс көтердіңіз бұл мәселені. Енді мына облысымыздағы қазақтың, өзіміздің облысымыздағы қара шаңырағымыз Жүсекеңнің атында болғаннан кейін оның шығармасын қоймасақ, әрине бұл кешірілмес күнә дер едік. Сондықтан да енді театр артистері, бас режиссері бұл жайында ойланады дейміз. Әрине материалдық көмек біздің облыс тарапынан оларға да керек болар деп ойлаймыз. Ал енді тағы мына өнерге байланысты, өнер жолындағы қырларын айтып өтсеңіз. Жарайды. Енді мен бір кезде біреу маған Жүсіпбектің мүсінін жасарым деп едім. Осыған консультация беріңіз деп менен ресми консультация алды. Мен сонда Жүсіпбекті біраз сипаттап бердім. Жүсіпбектің сипаты менің жазғанымда мынандай. Жүсіпбек дөңгелек жүзді, бұйра шашты, қою қасты, сақалсыз, суағары бар, мұрты деген сөзі ғой. Беті дақсыз, тегіс, көзінен қуаныш пен қайғы нышаны жарыса көрініп тұратын адам болған. Орта бойлы, бәлкім одан мазалырақ, 170-173 сантиметр шамасында бойы. Ақсүреңді, тұла бойына кіршік жұқтырмайтын жинақы адамы жүріп, әдемі жүріп тұратын сұлу адам екен. Оның үстіне Жүсіпбек сауықшыл, құс салғанды, ит жүгірткенді, алтын қабақ атқанды, балуан күрестіргенді, ақындар айтысын өткізгенді қалаған. Сондықтан ба Жүсіпбекке өнерпаз жастар тым үйірсек болған. Жүсіпбек енді өзде өнерпаз болған адам ғой. Домбыра тартқан, скрипка тартқан, ән салған, әсіресе өзі шығарған Әрида шай, Сәулемай, Екі жирен, Қызыл бидай әндерін көп айтатын. Қол өрнеде жетік болған, сақина, сырға соққан, сурет салған, қам шөрген, ер жасаған, ағаш бездерінен зерең, ожау қасы қойған, кейде етігін де өзі тігіп ала беретін болған. Оның үстіне Жүсіпбек ұлттық мәдениетпен европалық мәдениеттің ұнамды үлгілерін толық игерген. Ана тіліне де, орыс тіліне де жүйрік болған. Менің бір таңғалғаным,
архивтерді ақтарып отырып, Жүсіпбектің орысша, қазақша жазғандарын көп оқыдым. Мен мұндай сұлу жазатұғым, мұндай сауатты жазатын адамды өте сирек кездестірдім. Аға, енді әрине біздің бүгінгі хабарымыздың уақыты көтермей отыр. Сіздің мына әңгімелеріңіз, жаңағы соңғы айтқан ұсыныс пікірлеріңіз қабыл болып, осымен айналысып жүрген арнайы адамдар, облыс басшылары көңіл аударып, осыны іске асырса, нұр үстіне нұр болар еді дейміз. Әңгімеңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет.